Армысыздар, құрметті көрермендер, көгілдір экран алдында өздеріңізбен тағы да кездесіп тұрмыз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз қысқа мерзімді кәсіптік курсты аяқтап, қайтарымсыз грантқа қол жеткізіп, өзінің жұмысын ашқан азаматтар туралы болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Еңбек бағдарламасының бірінші бағыт шеңберінде қысқа мерзімді кәсіптік даярлау оқу курсын тігінші мамандық бойынша тәмамдап, қайтарымсыз грантқа қол жеткізген азаматшаның бірін айтсақ, Қапланбек ауылдық округінің тұрғыны Гүлжахан Аппайқызы. Еңбек сүйгіш жан қазірде үй жиһаздарын қайта өңдеуді жолға қойған. Қайтарымсыз грант алып, жұмыс бастағалы бері көпшілік бізге жақсы үйреніп қалды. Жиһаздары бұзылса немесе ескірсе, осында алып келеді. Біз жаңадай етіп, қайта өңдеп береміз дейді тігінші. Дегенмен де бұл тірліктің өзіне жараса, қиындығы да көп. Гранттың ақшасына осы турикалы машинесін алдым. Жұмыспен қамту бағдарламасы бізде жол ашып берді. Тігіс тігіп, ісімізді алға басып жатыр. Қазіргі таңда клиентіміз көп болып тұр. Жаз кезінде 23 кресло диванды шығарып, заказдарды бітірдік. Енді бізге көбірек келгені жақсы да. Және клиент көп болып тұрса, жұмысымыз жүріп тұрады. Кейбір кезде ұқтамастан сағат 3-3-ге шейін тігіп, сол заказды уақытысында бітіріп беруге тырысамыз. Бұл отбасы бірге еңбек етеді екен. Осыған дейін жиһаздарды қайта өңдеп келген болса, енді кезекте Гүлжахан Аппайқызының ұл-қыздары жиһаз жасауды қолға алған. Кейде түнгі сағат 2-3-ге дейін жиһаз жасаймыз, еңбек етеміз деп жұмыс барысымен таныстырды іскер азаматша. Бірінші Рика менен балам сүйегін жасаса, кресло диваның, қызым мына сыртындағы матасын тігіп, соны қаптаумен әуре болады. Кішігірім нәрселерге мен көмектесемін. Тағы да осындай заказ алып, осы Сарыағаш ауданын қамтамасыз ете берсек деймін. Мебель спальныйда істей аламыз, және де үстелде істей аламыз. Кім не заказ берсе, соны бітіруге тырысамыз. Ескі дивандар болса да жаңалаймыз. Тағы заказға байланысты ғой, әртүрлі дивандар келеді. Және матасы ескіріп кеткендер бар, кожнилары бар, ескірге болса оны да ауыстырамыз. Алдағы мақсатымыз енді осы кресло диванмен шектеліп қалмай, машинаның шихолдарын тіксек деген ой бар. Жәндегі ол да несі саудасы тез кетеді да, кішкентай болса да. Осыған тағы не керек болса, соны қоса бергіміз келеді. Енді біреулер қиналып кетеді, және сенасы үлкендеп та, сол кісінің жағдайына қарап тұрып істейміз. Мынандай деп түсіндіріп, мата мынаншаға келді, менде пайда мынауаққа батыр деп түсіндірсек, олар осылай ма деп барып заказ етеді. Біреулер ондай несіне қарамайды. Осынша тігіп бересің, осындай дейді. Солысына қарап тігіп береміз. Бір диванды 100.000 теңгеден, әр диванның несіне қарай, модасына қарай. Бір дивандар өте қиын болады. Оның жәндегі модасы қиындауда. Бүрмелері болады, жәндегі думалақы келтіру керек. Сол қиындығына қарап заказ айтады. Еңбек мемлекеттік бағдарламасының бірінші бағыты аясында Сарыағаш ауданында 2019 жылы 545 азамат, 2020 жылы 95 азамат оқып куәліктерін алған. Олар қазіргі таңда алған мамандықтары бойынша жұмыспен қамтылып, тұрақты жұмыспен және де қайтарымсыз гранттар алуға, жаңа бизнес идеяларды бастау үшін гранттар алуға өтініш берген, солар қазіргі таңда алып жұмыстарын бастап жатыр. Бізде қысқа мерзім кәсіптік оқытуға материалдық көмек төленеді. Оларға ай сайынғы шәкіртақымен жол жүру және де пәтер жалдауға ақша бөлінеді. Алайда мысалы қазіргі таңда мына карантин шектеулерге байланысты бізде материалдық көмектің ішінде пәтер жалдауға
және де мына жол жүруге төленбейді, тек шәкіртақы төленеді. Өйткені бізде оқу онлайн форматта өтетін болса, жаңағы айтқан төмендегі қаржылар төленбейді. Және де оларға қатысу үшін бізге нет санатындағы жастар, көп балалы аналар және мүмкіндігі шектеулі азаматтар өтініш бере алады. Және де қажетті құжаттар тізімін айтатын болсақ, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, оқыған болса, жаңағы аттестаты, білімі туралы дипломдары, куәліктері болса, соларды өткізсе, және де жұмыс істеген жағдайда еңбек кітапшасының көшірмелерін өткізеді. Және де 086 формадағы медициналық анықтамаларын өткізетін болады. Мұрат Әлсейітұлының отбасында 6 адам 4 баласы бар. Айлық жиынтық табысы 42.500 теңге. Аталған азамат қысқа мерзімді кәсіптік курсты автоэлектрик мамандық бойынша тәмамдап, қайтарымсыз грантқа қол жеткізгендердің бірі. Қолға қаржы түскен соң мақсатты жұмсап, Мұрат Рысымбетов көптен қалаған өзінің жұмысын жолға қойған. 2020 орталарында бастадық. Адуыны күріш алдық. Керек заттарын алдым, афшикалар алдық. Жалпы тірлікте осы машина манысып қазір. Машина аламыз, келісеміз. Соң ақшасын келісіп аламыз, запчастар әкелеміз сол керектікі. Соң 10-15 күнде шығарамыз дайындап, Құдай қаласа. Құдайға шүкір, әйтеуір тағымыз болып жатыр, баласағымызға жетіп жатыр, иншалла. Сыртын краскілейміз. Ішін афшикаларын ауыстырамыз. Мысалы, бір машинаға бір 120-200 теңге тұтып қыламыз. Үстінен 100-120 теңге қосамыз. Бұйырған болады, Құдайға шүкір, иншалла. Бір машина келісіп аламыз, оны әр түрлі жағдай келеді машиналар. Біреу 2 күнде болады, біреу 15 күнге созылады. Смета ұрған жағдайына қараймыз да біз, майысқан жерлеріне. Соң бір 10 күн, 15 күн уақыт кетеді. Әгер жеңіл пеңіл болса 2-3 күнде жөндеп жібереміз. Оның шпакловка болса краскасы бар. Мотор жақта вал-палдар кетіп қалады. Соны ауыстыру керек. Соған өзіміз барып әкелеміз Шымкенттен. Запчастарды. Ол келісеміз сума бола ма? Мысалы 100 000 теңге. Соны біз 70-80 мыңға әкелеміз. Азана 20 000 теңге қалады. Соны 2 адам бөліп аламыз. Құдайға шүкір болады. Алдағы жоспарлар сол, Құдай қаласа ақша болса сол көше жақтан дәуіне самашымыз енді. Осындай бокста. Арендаға емес өзімізге алып жер сөйтін дәу үлкен қылып ашсақ ниет бар енді. Осы кәсіптің арқасында отбасымды алға сүйреп, әлеуметтік жағдайымды түзеле түсті дейді аталған азамат. Ал Абдумәжит имам қысқа мерзімді кәсіптік оқуды дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша бітіріп, Сарыағаш қаласынан өз жұмысын ашқан. Дәнекерлеумен қоса автокөліктерді жөндеуден өткізіп, өз ісін дамытуда. Абдумәжит Махмұтұлы қысқа мерзімді кәсіптік оқу қайтарымсыз грант бізге өте көп көмек болды. Мемлекетіміздің өз азаматтарына деген қамқорлығына рахмет айтамыз дейді. Осы қысқа мерзімдегі оқуды оқып, кейін стипендия алып жүрдім одан. Соның артынан грант алып, осы жұмысты аштым. Аппараттарды алғам. Жұмысым жақсы болып жатыр қазір. МиГ 21 деген кемпи дейді. Сварочный аппарат алдым 220. Кейін 3 түрлі болгарка алдым. 3 түрлі нәрсеге істететін. Кейін компрессор алдым, андай ауа шашатын, ол да керек та бізге жұмысымызға. Қазір машиналарды осындай қызметтерін істеп жатыр. Сыртын істеп жүреміз. Дәнекерлеу жұмыстары болса, дәнекерлеуін істеп жатыр. Воротаға 1-2 күн кетеді, полный істеп бітіруге. Машиналарға да сол уақыт кетеді. 3-4 күн. Үстін ойлан шығар жүресіз. Егелер рыза, жұмысым жақсы болады. Көпшілік рахметін айтып жатыр. Жұмысым жақсы, Құдайға шүкір. Алдымда нелерім бар, учениктер алдым уже. Соның бәрімен істеп жатыр. Рыза, клиенттер рыза. Грант көмектесті, өте үлкен көмектесті. Мына аппараттарды алып қазір бала-шағаны осының артынан бағып жатыр. Осылайша біз бүгінгі бағдарламада 3 азаматтың ғана жұмысын көрсеттік. Мұндай еңбек сүйгіш жандар өңірімізде көп.
Өздеріңіз көргендей еңбек бағдарламасының бірінші бағыт шеңберінде атқарылып жатқан жұмыстарды көрдіңіздер. Біршама азаматтар өздерінің жұмыстарын жолға қойып, кәсіпкерлікпен айналысып, тұрмыс жағдайын түзеуде. Осыменен біздің бағдарламамыз тәмамдалды. Келесі жақсылықта, аман саулықта қауышқанша сау, саламатта болыңыздар.